Бәріңе сәлем, сендермен мен Ақнұр. Бүгін study time vlog. Бүгінгі тақырып бізде ағылшын болады. Мен универге түскелі жатырмын, ол жерде ағылшын тілінде сабақ өтіледі. Сондықтан да мен қазірден бастап ағылшынға дайындалып жатырмын. Негізі мен өзім кеш дайындалып бастадым деп ойлаймын, себебі ағылшын тілін ертерек бастаған кезде қазір бұдан да жоғары деңгейде болушы едім. Мен бұған дейін де ағылшын тілін үйренемін деп жүрдім, бірақ регулярно оқымадым. ұбт болды, ойын бөлініп кете берді. Ағылшынға кәдімгідей уақыт бөле алмадым. Енді бір апта болды, күнде ағылшын оқып жүрмін, үйреніп жүрмін. Мен енді ғана бастадым, сондықтан да менен кеңес сұрамай-ақ қойсаңдар да болады. Мен де ізденіп жүрмін, қалай оқыған дұрыс деп. Ал бұл видеода бір апта ішінде не үйрендім, қалай болып жатыр, қалай үйреніп бастадым, соны айтып бөліскім келеді. Мен ағылшын үйренуді тез бастап кеттім. Ешқандай жоспар құру немесе қалай жасаймын деп біраз ойланып жүрмедім. Тек қана бастап кеттім. Ең басында мен слайдтармен дайындап жүрдім. Оған мен тәтем көмектесті. Одан кейін 1-2 күн өткеннен кейін өзіме керекті бір мұғалім тауып алғым келді. Яғни видео сабақтар қарап, сол видео сабақтағы бір адамның видеоларын қарап шыққым келді. Сол үшін Инстаграмда сұраған болатынмын, қандай видео сабақтар, тегін каналдар бар, соларды айтыңдаршы деп. Сол кезде көп адамдар жазды, сендерге көп рахмет. Егер менің Инстаграмыма тіркелмеген болсаң, тіркеліп қой. Маған кеңес берген каналдардың барлық сілтемелерін осы видеоның астына қалдырамын. Және соның ішінде маған өзіме ұнайтын бір каналды алдым, оны кейінірек айтамын. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Енді дәл осы видеода не істеп жатырмын? Мен irregular verbs жаттап жатырмын. Бірінші әр жерден қарап өзіме қажеттау көп қолданылады деген етістіктерді алып алдым да, соларды тез жазып шықтым. Енді оларды әдемілеп жазып жатырмын. Және де қасына мағынасын жаздым. Және де бұл етістіктерді жай былай қоя салмаймын, бұларды жаттау тәртібім бар. Әр етістіктің өзінің өзгеру тәсілдері бар, бір-біріне ұқсап жатады. Соларға байланысты бірнеше топтарға бөлдім. Сөйтіп оларды жаттау маған жеңілірек болды. Сендерге түсіндіре алдым деген ойдамын. I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get your love and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Енді менің күнде қарап жүрген каналым, ол английский популиста. Бұл жерде барлық деңгейлердің сабақтары бар екен, және барлығы тегін. Мен өзімнің деңгейімді А2 деп алдым. Және сол сабақтарды қарап бастадым. Қарап бастағанда маған қиын болмады, сондықтан да бұл менің деңгейім дедім да. Сол деңгейді әрі қарай жалғастырып қарап жатырмын. Барлығы 50 сабақ. Дәл қазіргі кезде мен 10-11 сабақтарды қарап жатырмын. Басында мен күніне бір сабақ қарадым. Одан кейін 2 сабақ қарайтынымды түсіндім, себебі бір сабағы жаңа сабақ, ал екіншісі қайталау болды.
Мен сабақ қараған кезде бірінші видеода айтылмас бұрын өзім сол сөйлемді құрап көремін. Өзімді видеодағы айтылған дұрыс сөйлеммен тексеремін. Қай жерден қателесемін, қай сөздерді білмеймін, нені қолдана алмаймын. Сөйтіп жаттығамын. Сен егер сол видеолардың бірін қарасаң, менің не туралы айтып жатқанымды түсінесің. Және көріп отқандарыңдай барлық сөйлемдерді дәптерге жазып отырдым. Келесі күні қайталау сабағын қараған кезде мен ештеңе жазбаймын, тек қана видеоны қарап отырып, өзімнің кеше үйренгендерімді айтамын, есімде қалғандарын айтып, өзімнің қаншалықты кешегі сабақты меңгергенімді түсінемін. I was off, keying cars parked on radium lawns by suburban moms. I called a friend, let's meet at 10, go wherever we want, 'cause no one cares that we're gone. This town don't got much to do, and you and I haven't got much to lose. So do you wanna rot in your room like we always do? Және де өз деңгейімнің сөздерін жаттайын дедім. Бұл сөздіктің сілтемесін осы видеоның астына қалдыратын боламын. Міндетті түрде қарап, өздеріңде дайындалсаңдар болады. Мен бірінші беттегі сөздердің өзім білмейтін сөздерді көшіріп алып жаздым. Оның қандай мағына білдіретіндігін соны біліп алдым. Және де жай ғана сөздіктің аудармасын ғана жазып қоймайын дедім. Оның сөйлемін жазғым келді. Сол сөйлемді аудару арқылы мен ол сөздің қалай қолданылатынын, қандай мағына білдіретінін білемін. Және де бұл сөздердің басқа да мағыналарын, басқа да сөйлемдерді қалай қолданылатындығын соларды әлі де зерттейтін боламын. 'Cause we are the helpless, selfish, one-of-a-kind millennium kids that all wanna die, walking in the street with no light inside our eyes. We are the worthless, cursed with too much time. We get into trouble and lose our minds, something that I've heard a million times in my life. Generation Y. Бұл видео саған пайдалы болды деген ойдамын. Ағылшын тілін енді үйреніп бастап жатқан кезде мен дәл осындай методтарды қолданып жатырмын. Және де мен ешқандай курсқа қатысып жатқан жоқпын. Маған ешкім бұлай үйрен деп айтып жатқан жоқ. Мен өзім барлығын ізденіп, зерттеп қарап жатырмын. Бұл қате ма, дұрыс па, оны білмеймін. Бірақтан мен осылай үйреніп жатырмын. Мен сендермен осыны бөліскім келді. Келесі видеода кездескенше сау бол. This town don't got much to do, and you and I haven't got much to lose. Do you want to leave everyone in this place for good? 'Cause we are the helpless, selfish, one-of-a-kind millennium kids that all wanna die, walking in the street with no light inside our eyes. We are the worthless, cursed with too much time. We get into trouble and lose our minds, something that I've heard a million times in my life. Generation Y.